Қазақтың ұлы ақыны ойшыл Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толып отыр. Осыған орай ұлы ақынға арналған өзімнің "Адамзаттың абайы" атты өлеңімді оқып беремін. Адамзаттың абайы. Ұлы ақын, ұлы ойшыл, ұлы дана, ой салған адамзаттың санасына, ақыл-ой даналығы жұрттан асып, айналған ұлттың ұлы тұлғасына, кемел ой, даналық сөз, мәңгілік жыр, бәрі де бір өзінен табылып тұр. Әлемнің алты тілін білген жандар, абайдай ұлы ақыннан оқиды жыр. Қазақта ақындар көп, абай дара, жырлары адамзатқа мәңгі мұра. Осындай ұлы ақынды әкелем деп, сан ғасыр толғатты кеп ұлы дала. Ұлы ақын жырдың сөнбес сәулесі едің, шың едің қазақтағы қар өлеңнің, қатепті қарынардай барасын сен, көтеріп болашаққа жырдың жүгін. Ойшыл ең әлімсақтан ой қозғаған, мұхитсын ортаймайтын ой қазынаң, ғасырлар тоғысында туған жансың, адамзат мұратына жол бастаған. Даналар өзіңсізді аз болмаған, кетсе де өзі сөзі жоғалмаған. Сөнбейтін мәңгілікке жұлдыз олар, замана көшін бастап туып ұстаған. Ұлы ақын, ұлы ойшыл, ұлы дана, абай боп бара жатсың ғасырларға. Ұлт емес адамзаттың абайы боп, мәңгілік даңқ әкелдің қазағыңа. Әлемнің әр елінде ескерткіш боп, жыр оқып тұрсын бүгін тас тұғырда.